Мегаполистің тұрғындары назарына, туристер үшін тартымды аумақтарда және оларға баратын автомобиль жолдарының бойында, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан немесе жол бойындағы сервис объектісіне кіретін абаттандырылған, жеке тұрған стационарлық немесе жылжымалы құрылыс үшін қолдау көрсетілетінін хабарлаймыз. Қолдау мөлшері айына 83.300 теңгені құрайды. Қабылдауды алу үшін 1 жыл ішінде комиссияға өтініш беру қажет. Өтініш беру үшін келесі құжаттар талап етіледі. Заңды тұлға үшін заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының көшірмелері, жеке тұлға үшін жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, дара кәсіпкер ретінде қызметінің басталғанын растайтын құжаттың көшірмесі, ал кәсіпкерлік субъектісінің өкілі өтінім берген кезде кәсіпкерлік субъектісінің мүдделерін білдіруге арналған нотариат куәландырған сенімхат қосымша ұсынылады. Санитариялық гигиеналық тораптарға меншік немесе өзге де заңды иелену немесе басқару құқығын растайтын құжаттың көшірмесі, орналасқан жерінің фото және бейне тіркеу материалдары. Осы қағидаларға сәйкес өтінімді қағаз немесе электрондық нысанда пошта арқылы не қолма-қол тиісті күнтізбелік жылдың 1-ші жұмыс күнінен бастап 1-ші желтоқсанына дейін ұсынады. Өтінімдер мен барлық қажетті құжаттарды GP Шымкент Айғұлақ gmail.com почтасына QR арқылы жібере аласыз. Барлық сұрақтар бойынша Визит Шымкент туристік ақпараттық орталығына хабарласуға болады.